Саламатсыздар ма, құрметті оқушылар? Бүгін біз сіздермен бірге бірінші тарауды қайталау жаттығуларын шығарамыз. Мен сіздерге қазір түсіндіріп беремін. Есептерді осы мысалдарға қарай отырып сіздер шығарасыздар. 206-шы есепте оқушылар бізге пропорцияның белгісіз мүшесін табу керек. Мен сіздерге біріншісін көрсетіп берейін. 13-тен 11 тең болады 10,4 x. Енді пропорцияның белгісіз мүшесін табу үшін біз ортаңғы мүшелері мен шеткі мүшелерін көбейтеміз. Яғни крестик әдісі бойынша 13-ке x-ті көбейтеміз, 10,4-ке 11-ді көбейтеміз. Сонда бізде 13x тең болады 11 көбейтілген 10,4. 13x осы жерден тең 13x тең 11-ді көбейтеміз 10,4-ке. Сол кезде бізде шығады 114,4. Енді x-ті табу үшін сіздер 114,4-ті бөлесіздер 13-ке. Бұнда x тең болады жерден 8,8-ге болды. Осыған қарай отырып 206-шы шығарасыздар. Келесі 207-ші есеп. Бізге айтады: жерге себілген қант қызылшасы тұқымының 126-сы көктеп шықты. Қант қызылшасы тұқымының өнімділігі неше процент? Мен жерге себілген барлық тұқымды, жерге себілген, мұнда 180 деп тұр, мен 200 деп аламын. Соның көктеп шыққаны мына жерде 126, мен 150 деп аламын. Енді өнімділігі неше процент дейді оқушылар, соны табу керек. Яғни бізде барлығы 200 тұқым себілді. Біз барлығын неше процент деп алатын едік? Барлығы ол бізде 100%. Демек 200 тұқым, яғни барлығы ол бізде 100% болады. 200 ол бізде 100%-ға тең болады. Соның ішінде көктеп шыққаны 150. Яғни қараңыздар, тұқымның астына тұқымды жазу керек. Яғни ол неше пайыз бізде? X болады. Енді пропорция бойынша көбейтеміз. 150-ге 100-ді, x-ға 200-ді. Сонда 200x тең болады 150 көбейтілген 100. 200x тең болады осы жерден 150-ді 100-ге көбейтсек 15.000. X-ті табу үшін 15.000-ді бөлеміз 200-ге. Сонда 2 нөлін жойып тастасақ болады. Сонда 150-ді 2-ге бөлсек x тең болады 75. Демек жұмыс тұқымның өнімділігі 75% екен. Мен жерге себілген тұқымның барлығын 200 деп алдым, оқушылар, сіздер 180 деп қоясыздар ол жерге. Көктеп шыққанын мен 150 деп алдым, сіздер ол 126 деп есептейсіздер. Яғни осы жолмен есептейсіздер тура. Түсінікті ғой оқушылар, Келесі 208. Шие тосабындағы шиенің массасының қанттың массасына қатынасы 2 мен 3-тің қатынасындай. Яғни мынау бізде берілген қатынасты бөлу тақырыбына берілген есеп. Яғни шиенің бізде шиенің қантқа қатынасы 2 мен 3-тің қатынасындай. Біз шиенің нақты массасын білмейміз, бірақ қатынасын білеміз, ол 2-ге тең. Оны біз 2x деп аламыз. Бізде қанттың нақты массасын білмейміз, бірақ қатынасын білеміз, 3-ге тең. Сондықтан да оны 3x деп аламыз оқушылар. Енді мен басқа мәндер аламын. Шиенің қантқа қатынасын 5-тің 7-ге қатынасындай деп аламын. Сіздер мынаны есептейсіздер.
Демек, шиенің массасы бізде 5х, қанттың массасы 7х болады. Енді жалпы тосаптың массасын 36 килограмм деп аламын. Бізге сонда табу керек шие неше килограмм, қант неше килограмм. Оны табу үшін теңдеу құрамыз, яғни 5х-қа қосамыз 7х-ті, тең 36. X бізде осы жерде 5х-қа 7х қоссақ 12х, тең болады 36-ға. X-ті табу үшін 36-ны бөлеміз 12-ге, x тең болады 3-ке. Енді біз шиенің массасын табу үшін мына жердегі x-тің орнына апарып қоямыз мына 3-тің мәнін, x-тің мәнін. Сонда 5 көбейтілген 3 тең 15. Қанттың массасын табу үшін 7-ні 3-ке көбейтеміз, тең 21. Яғни осы 3 есепті шығарасыздар: 206, 207, 208 есептер.